Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгінгі сабағымыз ата-аналар жиналысы туралы болмақ. Бүгінгі сабақта толық ата-аналар жиналысын басынан аяғына дейін қалай өткізуге болатындығы туралы айтатын боламын, сондықтан сабақты толықтай көруге шақырамын. Әр сабағыңызға ата-аналар жиналысына, сынып сағатына, түрлі қызықты әдіс-тәсілдер қажет болатын болса, ендеше каналға жазыла отырыңыздар. Жиналысты өткізбес бұрын ата-аналарыңызға осындай үлгіде шақырту жасасаңыздар болады. Шақыртуда ата-аналар жиналысының тақырыбы, күні, уақыты, мерзімі, қай жерде өтетіндігі жазылу керек. Бәрімізге белгілі, қазіргі кезде заман талабына сай ата-аналарды мектепке шақыру барысында тек қана оқушының үлгерімі, тәртібі туралы ғана айтып қоймай, ата-аналармен түрлі тәрбиелік мәні бар тренингтер өткізіп, ата-аналарды мектеп жұмысымен, ұстазбен бірге жұмыс жасауға шақырту мақсатымыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Күн тәртібінде мен мынандай мәселелерді алып отырмын. Бірінші, шеңберде амандасу, стоп қимыл, стопқа біріктіру тәсілі, айтары бар сурет, тәрбиелік мәні бар тренинг, одан кейін бірінші 90-ның қорытындысымен таныстыру, яғни 90 аяқталып қалды қазіргі уақытта. Өзіңіздің сыныбыңызға байланысты әртүрлі мәселелер, сонымен қатар соңында кері байланыс, рефлексия, SMS әдісі арқылы. Жиналыс басталысымен ата-аналарды шеңберге жинап аласыз. Ата-аналар тұрғаннан кейін бүгінгі күннің тақырыбы «Мен оқушы болғанда» деп тақырыппен таныстырасыз. Яғни ата-ана бүгінгі жиналыста өзін оқушы сияқты сезінуі керек. Бірінші, шеңберде амандасу. Ата-аналар шеңберді айнала жүріп, қос қолдап барлығы бір-бірімен амандасып шығады. Өз орнына ата-ана келгеннен кейін, екінші амандасу түрі иықпен амандасу. Үшінші орнына келгеннен кейін, екі аяқтарын бір-біріне тигізу арқылы амандасып шығады. Амандасып болған ата-аналарды біріншіден сергіту мақсатында, екіншіден топқа біріктіру мақсатында стоп қимыл әдісін пайдалансаңыз болады. Бұл әдіс қалай жүзеге асады? Ол үшін сіздің қолыңызға түрлі қимыл жасап тұрған адамдардың суреттері қажет болады. Сол суреттерді шеңбер бойымен қойып шығасыз, және де әуен қосқан кезде ата-аналарды билеуге, шеңберді айнала билеуге шақырасыз. Шеңберді билеп жүріп, әуен тоқтаған кезде, яғни стоп кнопкасы басылған кезде, ата-аналар қандай суреттің жанына тұрған болса, сол бейнені көрсетуі қажет болады. Осылай бірнеше рет ата-аналарды сергітіп алғаннан кейін, қай суреттің жанына тоқтады, соңғы рет сол суретті қолдарына алуын сұрайсыз, және сол бойынша топқа біріктіруіңізге болады. Топқа біріккен ата-аналарға мынандай тапсырма берсеңіз болады. Бұл тренингтің аты «Айтарым бар сурет» деп аталады. Оны қалай жүзеге асырамыз? Ол үшін сізге 4 түрлі мақал-мәтел таңдап алу қажет. Мен бұл жерде сіздерге қажетті деген 4 түрлі мақал-мәтелді таңдап алып отырмын. Біріншісі, бір бала атасына жете туады, бір бала атасынан өте туады, бір бала кергете туады. Екінші, балаңды 5 жасқа дейін хандай көтер, 15 жасқа дейін құлдай жұмса, 15-тен ары онымен досыңдай ақылдас. Үшіншісі, ата бәйтерек, бала жапырақ, ата асқар тау, ана бауырындағы бұлақ, бала жағасындағы құрақ. Ақ шашты ана жастығым балам дейді, ақылды бала ай күнім анам дейді. Сіздер бұдан да басқа кез келген мақал-мәтелді таңдасаңыздар болады. Таңдап алған мақал-мәтелдеріңізді сіздер дайын күйде ұсынбайсыздар, яғни оны қима қағаздарға бөлесіздер, немесе түрлі түсті қағаздар арқылы да беруге болады, мозаика түрінде. Бұл жерде ата-ана өзін оқушы сияқты сезініп тапсырма орындау керек.
яғни қима қағаздарға бөлініп берілген мақал-мәтелдерді ата-аналар ең біріншіден құрастыруы қажет. Екіншіден, осы мақал-мәтелді құрастырғаннан кейін сіздер оларға флипчарт және түрлі түсті бояулар беру арқылы бұл мақал-мәтелді сөзін жазбай сурет арқылы бейнелеулері қажет болады. Салынған суретті әр топ кезек-кезек ортаға алып шығады, басқа топтар оны шешулері керек. Шешілмесе, сол салған топ өзі шешімін айтады және де оның мағынасын түсіндірулері қажет болады. Суреттегі мақал-мәтелдер шешіліп болғаннан кейін ата-аналардан бұл мақал-мәтелдерді бұрыннан естіді ме, біледі ме, немесе жаңа білім ретінде алып отыр ма, осы ақпарат сұралады. Және де өз отбасыларында қандай мақал-мәтелдерді күнделікті өмірде пайдаланады, қолданыста жүрген мақал-мәтелдерді айтып, ой бөлісуге шақыруға болады. Тренинг аяқталысымен ата-аналарға бірінші тоқсанның қорытындысы бойынша, оқушылардың білімі тәртібі бойынша, жалпы әртүрлі мәселелер бойынша өзіңіздің айтатын ақпараттарыңызды айтып жеткізіп аласыз. Кейіннен соңында, яғни ата-аналардан бүгінгі жиналыстың өтуіне байланысты кері байланысты SMS түрінде алуға болады. Оны алу үшін әрине барлық ата-анада қазіргі уақытта телефон бар, сондықтан да ата-аналар өз телефондарын алып, сыныптың тобына, яғни WhatsApp тобына немесе мұғалімнің жеке өзіне бүгінгі ата-аналар жиналысының өтілу барысының ұнағандығы, ұнамағандығы, қандай да бір ұсыныс айтқысы келетін болса, немесе тілек жазғысы келетін болса, осы SMS әдісі арқылы жүзеге асыруға болады. Бұл жиналыста, сабақта айтылған әдіс-тәсілдерді сіз тек қана ата-аналар жиналысында емес, сондай-ақ күнделікті сабақта оқушыларға да пайдалансаңыз болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.